Ал бастайық. Бір оқиға болды, кеше айтып берейін ба? Иә, айта беріңіз. Бір оқиға болды да кеше. Мгм. Алланың құдіреті неге кешікті деп ойлайсыздар ғой енді бүгін мен. Кеше алдың күні бір кездесу болды. Яғни бізде бір қауымдастық бар үлкен Астанада. Халықаралық деңгейде бір қауымдастықтың қалаған жігіттер бар. Соның мүшесі болып табыламын. И сол жерде бір жақсы бір ойлар келіп, жақсы бір ниеттер айтылып, болашаққа деген сияқты біздің кәсіпкерлердің болашағына деген сияқты бір үлкен идеялар айтылды да. Сосын кейін жаңағы біз сол жігіттің қалау ойы, мысалы мына кәсіпкер мысалы, допустим, миллионер болса, яғни ол меценат болады. Меценат болғаннан кейін жаңағы, яғни қайырымдылық жасайды. Одан кейін жас буындарды тәрбиелейміз өмірге, кәсіпке дегендей. И сол кәсіпкер жас буын біздің орнымызды алады. Сонда былай айтқан кезде экосистема болып табылады да. Мен бір екі ай болды қайырымдылық жасамай қалыппын. Сол бір нелер оқушыларға, студенттерге біз қайырымдылық жасаймыз. Танымаймын, аттарын да білмеймін, бірақ ай сайын бір определенный ақша беріп отырамыз. Ең қызығын айтайын, сосын кейін сол дастарханнан кейін ертесінен азанда еркек екеуміз келе жатқанбыз. Мен ана студент балаларға ақша бермей қалдым. Сөйттім да звондадым да, жаңағы соны ұйымдастырып жатқан жігіт директор бар. Соған айттым, мен бір екі ай болды, ақша бермеппін сіздерге. Счет қойыңдаршы, мен сіздерге ақша аударып жіберейін дедім да. Сосын ол да айтты, январь айында кәсіпкерлердің көбісі қиналып жатыр, сосын кейін бізге бұл сіздің беретін ақшаңыз ауадай қажет болып тұрады деді, жақсы болды деді. Сосын жаңағы бір белгілі бір сумманы бердім да. Ойымда ештеңе жоқ, соны жібере салдым. Түстен кейін бір жігіт танысымыз, тоже араласамыз, дос болып араласамыз, маған айтады, бір осындай бір жұмыстар болып тұр. Соған бір осындай бір қаражаттар керек болып тұр, осындай бір жұмыс жасап жіберсек деп. Қысқасы, ана жігітке мен жаңағы тоже ақша беремін, ол бір жұмыс жасайды. И жаңағы мектеп студенттеріне берген қаражаттың маған 4 есе табыс келеді ғой. Көрдіңіз ғой, то есть 4-тен 1 бөлігін мен берген болатын болсам жаңағы студенттерге, өзі ниет қылып бере салдым да. Түстен кейін бір сделка болып, сол маған 4 есе болып қайтып келді басқа бір сделкадан. Сосын бүгін как раз азанда жаңағы сол шаруамен ары бері жүгіріп қалдым сонымен сіздерге келер алдында почти кешегі берген сумманың бүгін 4 есе қайтты. Бірақ менде бір ақша табам деген ниет болған жоқ еді. Бірақ болашаққа, балаларға бір көмегім тиісінше де бір солай бір берген ғой енді. Біз беріп тұрамыз ай сайын. Бірақ сол бір екі ай болды, берілмей қалды да. Содан кейін директорына звондап, неге айтпайсыздар, ескертіп отырыңыздар, мен өйткені жұмыс қарсысында ұмытып кетемін деген ғой. Тұрақты беріп отыратын сумма бар да. Сол да айтты, кәдімгі январь айынан қиналып жатыр, жақсы болды ғой деп. Көрдің бе Алланың құдіреті қандай. Күтпеу керек та, ең бастысы. Мен бердім, енді маған алла тағала қашан береді деп күтудің қажеті жоқ. Өзі солай сәтімен бере береді екен ғой. И сіздерге подкаст келер алдында осындай бір қуанышқа бармын келдім. Онда біз кешіреміз деп. Сондықтан көрдіңіздер ғой, мен кеше де шәкірттеріме айтып жатырмын. Қай кезде бизнестерің жүреді? И ол тұрақты болады, и үнемі табыста болады. Жеке өзіңнің мүлдіңді жасадың, сосын кейін зекет бар, қайырымдығы бар, меценаттығың бар, и жас буынды тәрбиелейсің. Яғни өзіңнің сатыр қызметкерлерін дайындайсың деген сияқты да. Бұл біз енді стратегияны құрамыз ғой, 15, 20, 30 жылға құрамыз ғой. Сонда есептесеңіз, то есть жас буын тәрбиелейсің, ол сіздің орныңызды басады. Яғни либо олар кәсіпкер болады, либо олар сізге қызметкер болады. Не қайырымдылық. Көрдіңіз бе? Түк қиын емес. Бұның атын экосистема. Бұның ішіне не кірмейді? Политика кірмейді, дін кірмейді, и ұлт кірмейді. Сонда сенің ойың тек қана адамзат. Адамзатқа осындай бір система құрсаң, өзің бизнестің ішінде, онда ол бизнесің тұрақты бір деңгейде. Қараңыз, политикаға кірмесең, дінді қозғамасаң, ұлтты қозғамасаң болды емес пе? Нұр үстіне нұр емес пе? И сол өзің жұмысыңды қоғамдық жұмыспен жайлап кете бересің и дами бересің. Дұрыс айтасыз.
Енді бір айта кетейік. Біз енді бастап кеттік, құрметті көрермен. Бізде Мгм. барлығы шынайы, осылай бастап кетеміз. Енді бізді мүмкін бүгін бірінші рет көріп отырған көрермен болуы мүмкін. Мгм. Сол адамдарға Ерлан мырза сізді таныстырып өтейін. Қазіргі таңда шағын және орта бизнестегі кәсіпкерлердің сауатын ашып жүрген, ол кісілерге бағыт бағдар көрсетіп жүрген, және де осы кәсіпкерлерге үлкен мүмкіндік беріп жатқан Ерлан Ордабаев мырза мықты тренер, мотиватор деп те айтсам қателеспеймін, өйткені сіздің ана подкасттың астындағы пікірлерді қараймыз ғой. Мгм. Барлық көп адамдар жазып жатыр да, Мгм. Ерлан мырза, рахмет, сізден үлкен мотивация алып жатырмыз деп. Көп адамдарды сіз шабыттандырып жатыр екенсіз. Мгм. Сізге үлкен рахмет. Енді кеше ғана сіздің 6-шы лек шәкірттеріңіз бітіру кеші болып жатыр, иә? Мгм. Құттықтаймыз. Рахмет, Мгм. рахмет. Енді осы кезекте сіз енді қазір оқу жасап жатырсыз ғой енді Мгм. кәсіпкерлерге. Сол жерде сіз стратегия туралы айтасыз, жоспар құру туралы айтасыз. Осы бізге бүгінгі тақырып өте маңызды тақырып. Сол жаңағы сабағыңыздан бір-екі фишкаларыңызды, құпияларыңызды бүгінгі подкастта көрермендерімізге айта кетсеңіз, соны көрермендеріміз де қолданып, өмірлерін өзгертсін деген ниет қой. Насихат былай бастайық. Мгм. Қазақтың керемет бір өзінің мақалдары бар ғой. Мгм. 3 күндігін ойламаған әйелден без, Мгм. 3 жылдығын ойламаған еркектен без дейді. Мгм. Сол сөздің мәніне мен түп нұсқасына міне қазір 50-ге келіп мән беріп отырмын. Сонда біздің ата бабаларымыз сол кезде уже стратегия не екенін білген да. Яғни алдын ала уже жоспар, қозғалыс, іс әрекеті, нәтиже деп қорытынды деген сияқты да, сол кезде біліп отырған. Енді бізден ана шағын кәсіпте жүрген кезде біз оны ойламаймыз. Біз күнделікті күйбеліс жұмыстармен, саудамен жүре береміз да. Келді алды саты, әйтеуір қарызың бар, кредитің бар, поставщиктерге берешегің бар, үйдегі той думаным бар деген сияқты сонымен жүре береміз да. Қазір мен қаншама енді сауатымды ашқалы бері көзім жетіп келе жатыр. Мынандай сөз бар екен. Телепортация будущее деген. Яғни болашаққа жолдама деген сөз бар екен. Мгм. Ол қалай? Мысалы, сізге айтарық. Сіз болашақты көре алсаңыз, біз енді жазамыз ғой. Болашақта мынандай болам, или мынандай болдым деп жазамыз, иә? Мгм. То есть нақты жазған кезде оны біз сезіне алмаймыз. Жазамыз, көреміз, бірақ болам деген кезде ол болам деген кішкене ары қарай сырады. Мгм. Олай емес екен негізі. Телепортация будущее дегенде болашаққа уже барып келу деген сөз. Сізге мысал көрсетейін былай. Сіз бір әдемі көлік алдыңыз бұрын. Бір тойға киіп бардыңыз. Қыздар оны көріп, құрбыларыңыз көріп, сізге айтты, қандай керемет көйлек, қаяқтан алдың дедіңіз. Соны сіз біреуге айтып жатсыз, сол бір тойға барғанымда сондай бір керемет көйлек киіп барып едім, бүкіл құрбыларым, достарым қызықты маған деп, оны күмәнмен айтпайсыз ғой. Оны Қуанышпен. қуанышпен, сүйіспеншілікпен айтасыз, сол кезде болған деп. Бұл болашаққа барып келу деген сөздің астарында біз өзіміздің болашақта қандай болу керек екенімізді көре алуымыз керек екен. Жаңағы сіз айтқан сияқты. Яғни сіздің барып келген сияқты, яғни бұрын тойға барып киіп келген сияқты күшті бір қуанышты сезімде тұрасыз ғой, эмоциямен, сезіммен. Тура солай біз өзіміздің өмірімізді жасауымыз керек екен. Неге көп адамдарда ол орындалмайды? Мысалы айтарлық, ұйқы алдында мен түнде кеше мысалы елестеп жаттым. Мысалы жуырда мен юбилейім болады, яғни 50 жылдығым болады. 50 жылдығымның тойының қалай болып жатқанын көрдім. Қай қонақтар қандай киім киіп алғанын көрдім. Қай қонақ қай жақтан келіп жатыр? Бакудан келіп жатыр, Стамбулдан келіп жатыр, Москвадан келіп жатыр, Пекин қаласынан келіп жатыр. Жаңағы отельде мен номерін алып қойдым, қандай машинамен күтіп алып жатырмын. Олар қалай маған жымиып тұр, олар менімен қалай амандасып жатыр, той барысы қалай өтіп жатыр. Мен күліп жатырмын да,
сен келіншегім айтады, неғып жүрмей жатсың дейді. Мен айттым, мен болашағымды көріп жатырмын деймін. Түсіндіңіз ба? Аха. Оказывается, былай екен, сен уже нақты көріп, сол сезімде болып, сол кезде ұйықтап кеткен кезде 8 сағат ұйқы, 6 сағат, 10 сағат ұйқыда сол ми соны қабылдайды екен. Мгм. И азанда тұрған кезде көбінесе неге болмайды елдерде? Ол әшейін не ғой дейді. Қиялым ғой дейді. Арманым ғой дейді да. Күнделікті күйбең кетіп қалады. Мгм. То есть өзі жақындатты да, Иә. байлық болсын, дәулет болсын, қуанышты, махаббат сәтті жақындатты да, азан тұрғанда қайтадан итере жасалды. Ал сіз не істейсіз? Мен соны сезім жүремін. М. Енді мен азанда тұрған кезде енді сол қонақтарымды ертесіне қаяққа апарамын, ол жарайды, ол келді тойға, бүйтті сөйтті, қай ресторан дұрыс еді. Көрдіңіз бе, мен то есть былай айтқан кезде енді олар сразу кетіп қалар ма екен, М. обратный билеттер қанша екен біліп алуым керекпін мен. Уже тойды өткізіп тастадым уже. Түсіндіңіз бе? Визуально санамен тойды өткізіп тастадым. Ертеңгісінгі ойымды ойлап тұрмын да. Так қай жерге бар, баняға алып барсам ыңғайсыз, келіншектермен келсе тағы ыңғайсыз. Бір-бірлерінің тілдерін түсінбейді. Біреу қытайша сөйлейді, біреу әзербайжанша, бір түркше сөйлейді. Мысалы да енді. Жарайды, енді өзіміздің Қазақстандағы достарымыз қазақша сөйлейді ғой енді. Оларда қандай тамада аламын? Түсіндіңіз ба? Иә. То есть соның бәрі маған уже проблема уже. То есть мен былай айтқанда нақты фишкаларды көріп тұрмын. Мгм. А бизнеске келетін болсақ, то есть менде 10 жылға әр бизнесімнің стратегия жазылған, кемінде 10 жылға. Енді қызықты қараңыз. Енді осы стратегия жайлы айтатын болсақ, бұл дегеніміз не? 10 жылға жазылған саңдар, ол жаңағы мен басында айтып кеткендей, телепортация будущее дегендей, болашаққа барып келу деген сөз. Түсіндіңіз бе? Мысалы, январь айында 50 миллион оборот жасаймын, февраль айында 20 миллион оборот жасаймын. Бізде жазылды ғой. Бізде бизнесте автоматтандырылған. Яғни біз не үшін бизнесмендер цифраға байланады, сандарға байланады? Өйткені біз ол сандарды көрген кезде уже сол сандар арқылы біз болашаққа бара аламыз. Сандар көрмейтін болсақ, біз ештеңені жазбайтын болсақ, біз барып ол 3 жылдан кейін, 10 жылдан кейін цифраларды, сандарды көре алмаймыз біз. Сондықтан мен көп кәсіпкерлерге сабақ беріп жатқан кезде айтамын, сендер автоматтандырыңдар, программное обеспечение қойыңдар, қанша тауарың бар енгізіңдер. Сол товарлардың сатылым күнделікті шығып отырсын программадан. Қанша пайдасы, қанша оборот жасағанын көріңіздер. Яғни 12 айдың бәрін жазып шық деймін. Мысалы, қаңтар, ақпан, то есть наурыз деп жазып шығыңыздар. Қанша ай болды? 12 айды жазып шыққаннан кейін кәсіпкерлер мені түсінеді. Мысалы айтайық, январь сауда жоқ кезең. Мысалы айтайық, наурыз сауда көтерілетін кезең. Бір уақытта көтерілді сауда, бір уақытта түсті. Енді біз 12 айда жазып шыққаннан кейін, мен сізге бір қызықты айтайын. Сізде уже қай айда құлдыраған, қай айда көтерілген көріп тұрасыз алдын ала. Енді төмен түскен ай бар ғой, сонда сізде уже 1 жыл уақытыңыз болады ойлауға. Не істей аласың сен сол төмен құлдыраған уақытта, сауданың құлдырғанда не істей аласың? Біз Алдын аламыз. алдын ала уже. Түсінікті ғой? Яғни біздің бизнесіміз былай болмау керек. Біздің бизнесіміз жай ғана бір қалыпты, бір баппен кету керек жоғары. А бізде қалай? Бірде көл, бірде шөл. Сол жаңағы не үшін 12 айды жаздырамын? Сандарын, чтоб сол кезде графиканы көру үшін. Сізде графиканы көргеннен кейін, сізде уже түсініктеме пайда болады. Мына айда түсіпті ғой. Бұл айда не істесем болады деп. Сөйтіп біз еркекіміз ойланып, яғни біздің сырт киім дүкенде қаңтар айында спад болады екен. Ешкім киім алмайды сырт киімді. И маусым айында ешкім сырт киім алмайды екен. Осы екі мезет, основной екі мезет бізде конкретно былай айтқан кезде төмен кетеді екен, құлдырайды екен. Сөйттік та біз не істедік? Кәдімгі 8 наурыз, 22 наурыз, жаңа жыл деген сияқты
бар ғой мерейтойлар. Соның алдын ала бір акциялар жүреді ғой. Сондықтан біз көбінесе жаңа жылға дейін акциялар жасамаймыз да. Қаңтар айында Ерланның туған күні деп, яғни мен 9 қаңтар туған күнім болатын болса, Ерланның туған күні біз жаппай жеңілдіктер жасаймыз. Уже біз жаңағы 10-12 жылға құрғаннан кейін стратегиямызды халық уже біліп алған. Жарайды, біз Ерлан туғанына келеміз, скидка болады дегендей. То есть біз уже 3-ші жыл тест жасап жатырмыз. Сол тестте уже халық уже қарасақ, уже соны адаптация жасалынып жатыр. Яғни 3-ші жыл уже елдер үйренді. Қаңтар айында Ерлан туған күніне келеміз. Маусым айында Еркен туған күніне келеміз. Неге? Сол кезде 50% жеңілдіктер болады. Яғни біз не жасадық? Біздің құлдыраған сәтте біз алды көтеріп алдық саудадан. Тамаша. Әр құлдыраған сәтті. Енді қызықты қараңыз. Енді ары қарай қараңыз. Енді біз ол жаңағы 12 жыл дедік, ай сайынғы жаздық, ол сандар орындалмайды. Біз оны алдық та 30%-ға көбейтіп шықтық әр жылға. Мысалы айтайық, 50 миллион сауда болса, қаңтар айында 27-ші 26-та болды деге, 50 миллион сауда болдық, 5 миллион сауда болдық дейік. Маңызды емес ол. Бірақ 27-ның қаңтарында біз не істейміз? 30% қосамыз. Бір жылдың ішінде сіздің оборотыңыз 30%-ға өсу керек. Кемінде 25%, әйтпесе одан жоғары көтерілу керек. Жылына 25-30% көтерілмеген компания ол келешекте құлдырауы мүмкін. Инфляция бар, жаңағы доллардың әрбір секіруі бар. Сондықтан менің өзімнің зерттеуім бойынша түк жоқ дегенде 20%, әйтпесе 25-30% көтерілсе нұр үстіне нұр. Жыл сайын 30%, сол әр ай, былай айтқанда 30%-дан ошым қысқасы, жылына 30% көбейтілгенде әр ай где-то бір 2,5%-дан ба көтерілу керек та, жобамен бойынша. Енді қараңыз, мен сізге басқа нәрсе айтайын енді. Ол қалай көтеріледі? Мысалы, сізде штатыңызда қызметкерлеріңіз, 10 қызметкеріңіз бар. Бір жылдың ішінде 3 қызметкер алу қиын ба? Қиын емес деп ойлаймын. Қиын емес, е? Мысалы, сізде 10 миллионға болмаса 100 миллионға товарный остатығыңыз бар. Бір жылдың ішінде соны жаңағы 10 миллион болса 13 миллион қылып, 100 миллион болса оны 130 миллион қылу қиын ба? Бір жылдың ішінде. Қиын емес. Қиын емес. 30%-ға көбейттік, е? Сіз жарнамаға, былай айтайық, жылына 10 миллион ақша бөлесіз. Соны 30%-ға көбейту керек. Яғни бір жылдың ішінде 3 миллионға көтеру керек. Қиын ба? Қиын емес, бірақ та осы жерде жарнамаға адамдар ақша жұмсағысы келмейді ғой. Енді жарнамаға ақша жұмсағысы келмейді. Бұл системда, яғни жүйелі түрлі жасалынатын нәрсе негіз бұл. Осыған мән бермейді. Дұрыс айтасыз, иә. Көрдіңіз ба? Қателік осы жерден кетеді. Қателік осы жерден кетеді. Енді қызықты қараңыз енді. Жарайды. Поставщиктерді 30%-ға көбейттік. Жарнаманы, енді поставщик 30%-ға товар артық берді сізге. Енді товар келді. Оны қайдан біледі сіздің 30% товар көп келгенін? Не істеуіміз керек? 30% қосып жарнама жасауымыз керек. Яғни, бұрын 5 миллион или 10 миллион, 100 миллион бөліп атсаңыз жарнамаға, соған енді 30% товар артық келгеннен кейін жарнамада 30% артық болу керек қой. Түсінікті ме? Иә. Жарайды, жарнама жасадыңыз. Халық келді дейік жарнамамен. Енді сізде, допустим, айтайық, жаңағы күнделікті 10 адам келіп атса, допустим, уже 13 адам келеді. Мысалы деймін да, или 100 адам келіп атса, 130 адам келді. Сіздің ішінде жүрген 5 адамыңыз болмаса, 2 адамыңыз, 10 адамыңыз үлгере ме? Олардың да кадровый составты да, яғни қызметкерлерді де 30%-ға көбейту керек. Бәрін баланспен. Көрдіңіз бе? Енді қызықты қараңыз. Жаңағы сіз әр жылға 30% қосқан кезде 10 жылда қанша пайызға көтеріледі сіздің компанияңыз? 10 жылда. Әр жыл сайын 30%-бен қосылғанда қанша жылға көтеріледі? 300%-ға көтеріледі. А 10 жылда 300%-ға көтерілген компаниялар бар ма қазір? Яғни сауда дүкендері. Шанда ғана. Енді брендтер болмаса, иә? Иә, яғни көп қарапайым кәсіпкерлер
сол 10 жылдың ішінде ештеңе өзгермегендер де бар. Бір деңгейде қалып кеткендер де бар. А біз давайте каждый жаңа стратегия жазып 30%-дан қосып 10 жыл бойы соны. Мысалы сізге былай айтайын. 10 метрге бірден секіре аласыз ба? Жоқ. Секіре алмайсыз. Яғни әр қадам сайын барсаңыз болады ғой, мүмкіндік бар ғой. Жүре аласыз 10 қадам. 10 қадам жүре аласыз. Яғни 10 жылдық стратегияны құрған кезде ана цифралар бөлек болады. Бәленбай, миллион болып кетеді. Миың қабылдамайды ана цифрларды. Не мүмкін емес сияқты болып көрінеді. Сол мүмкін емес сияқты. Жаңағы сіз 300 дегенде ол мүмкін емес сияқты да. Иә, мүмкін емес сияқты. Бірақ ана әр қадам сайын, әр жыл сайын соны сен жауып отырсаң, олар әбден мүмкін. Көрдіңіз бе? Әбден мүмкін. Енді қызықты қараңыз. Давайте енді сөзімнің басына келейік. Сөзіміздің басымызда не дедік? Болашаққа барып келу дедік біз. Иә. Яғни біз 10 жылда жазған кезде ана цифраларды, сандарды көрген кезде біз не істедік? Біз моментом ана цифраларды жазылған кезде болашаққа бардық. Көрдіңіз соны. Көрдік болашақта қандай сандар болатынын. И соны каждый раз жаңа дәптерді ашып қарай берген кезде бірінші ол нереально болып көрінеді, ол мүмкін емес болып көрінеді. Одан кейін ол оказывается мүмкін екені көрінеді. Өйткені сіз жылда бір қадамнан келе жатсыз ғой. Сізге сенім пайда бола бастайды. Бірақ ол да орындалмауы мүмкін. Неге дейсіз ғой? Ол да орындалмауы мүмкін. Егер де сіз ай сайынғы бухгалтерлардан или өзіңіз жаңағы шығыс кірістің есебін алмасаңыз. Ай сайынға. Енді қызықты қараңыз. Ол да орындалмауы мүмкін, егер сіз жұма сайын жиналыс жасамасаңыз. Жұма сайын жиналыс жасап ана сандарды, отчеттарды, есептерді, қисаптарды қадағалап отпасаңыз, сіздің айдағы шығатын сандарыңыз келмей қалады. А енді қызықты қараңыз. Жұма сайын отчет жасау үшін не істеу керек? Күнделікті отчет болу керек. Яғни әр қызметкерлерде бізде таблица бар. Қанша адамды қарсы алды, или қанша заявка түсті, соның қаншауына сатты, қаншауымен сделка жабылды, и қанша оның пайызы қанша болды, яғни конверсиясы, и орташа шегі қанша болды. Итог, общий сумма қанша не болды. Яғни бейсенбі күні қанша адамды қабылдады, сейсенбі күні қанша, сәрсенбі күні қанша, көрдіңіз бе? То есть күнделікті отчетты, яғни сіздің либо сіз өзіңіз, либо сіздің роп дейді ғой, басшыңыз, сол жердегі директорыңыз, либо әрқайсысы өзі есеп беру керек та. Соның бәрін жинап алып келіп тұрып, жұма сайын олар есеп береді. Мысалы, дүйсенбі күні мынанша, сейсенбі күні мынанша, сәрсенбі күні мынанша жиналып келген кезде бір жұмада біз мынанша сауда жасадық, мынанша жұмыс жасалынды, мынанша іс атқарылды. Соны жаңағы қорытындылай отыра жұма сайын сіздің айына керекті санды шығара аласыз. Айына керекті сандар шығарған кезде ол жылдың саны шығады. Жылдың саны шыққан кезде 10 жылдық саны шығады. Көрдіңіз бе, қалай байланысты? Яғни 10 жылдан кейінгі табысыңыз кеше келген қызметкердің күнделікті есебіне байланысты. Жеткізе алдым ба? Иә. Түсіндіре алдым ба сізге? Жұмысшылардың өсуіне байланысты сіз де өсесіз ғой. Иә. Қызметкерлер өссе, яғни оның күнделікті есебі дұрыс болып өсіп жатса, яғни сіздің де ол қызметкерлердің де айлығы, я болмаса ол қызметкерлердің де жұмысы 30%-ға көтерілу керек. Көрдіңіз ба? Сонда бұл қандай бір-біріне байланыстын қараңыз. Оның жұмысы жылына 30%-ға көбейеді, яғни айына 2,5% көбейеді орта есеппен. И сонда сіз сол синхронно жасап келатқан кезде сіздің 10 жылдан кейін табысыңыз анық болып шығып келеді. Достар, Ерлан мырза сұмдық нәрсе айтып жатыр енді. Осыны кәсіпкерлер бізді көріп отыратын болса, кәсіптеріңізге міндетті түрде қолданыңыздар, стратегия құруды ұмытпаңыздар. Біздің мына подкастымыз пайдалы болып жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар міндетті түрде, пікір қалдырыңыздар. Бізге кері байланыс беріп отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді.
ары қарай жалғастырайық Ерлан мырза. Мгм. Енді жаңа стратегия туралы айтып жатырмыз ғой, яғни 5 жылда бір адам былай өседі да, Мгм. біртіндеп әйтеуір жүйемен Мгм. өседі. Ал 15 жылда бір адам бір орында тұруы мүмкін да. Мгм. Неге? Енді ол бәрі мынау санаға да байланысты. М, Көп адамдар мен бәрін білем дейді. мгм, Өкінішке орай мен дұрыс істеп жатырмын дейді. Біз өзі білмеймін, мен өзім қалай айтатынымды, көп халық сондай ғой. Біреуді алып жалып не қылып тұрған жоқпын. Өзіміз солай тұрдық. мгм, Өзімізде де сондай қате бар да. Біреуге айтып жатсаң, қазір көп жерде айтып жатсаң, м, тыңдамайды сізді. Тыңдайды, бірақ қабылдамайды. м, Жоқ, ол менікіне келмейді екен. Ол менің бизнесіме вообще тура келмейді. Ол дайын емес ол адам. Қабылдамайды. мгм, И мен ондай адамдарды айтамын, қарны тоқ адамдар деймін. м, Қарны тоқ адамдар деймін. Қарны аш болса, мен сізге бір сұрақ қояйыншы өзіңізге. мгм. 1,5 күнде 130 километр жүру мүмкін ба жаяу? Жоқ. Мүмкін емес. 1,5 күнде 150 шақырым, ойбай, өтірік алдаймын. 1,5 күнде 130 шақырым жүру мүмкін ба? 130 шақырым. Жаяу. Енді шаршайсың ғой. Мүмкін ба, жоқ па? Жоқ. Мүмкін емес, е? Мен басымда сондай нәрсе болған. М, Сарыарқан даласында қалғанбыз. Сарыарқан даласында қалып, машинаның генераторы аккумуляторға тоқ бермей, аккумулятор өшіп қалып, біз айдалада үй жоқ, күйі жоқ, Сарыарқан бетпақдала деген білесіз ғой, мгм, қандай жаласы кең, ешқандай қала, ауыл ештеңе жоқ. мгм. Либо сен сол жерде өлесің, либо сен ауылға барасың. Өзің жалғыз ба? Жанымда жаңағы шопыр жігіт бар, М, екеуміз шығып алып, 130 километр жаяу жүріп келгенбіз 1,5 күнде. Өйткені тамақ жоқ, түк жоқ дейсіз ғой. жарты литр баклажкада су бар, шамалы печеньеміз бар, и бір шпротымыз бар. Консервный банка. Ол уже жаңағы бір жарты күнде ақ жоқ болып кеткен ол уже. Ары қарай жоқ. Либо сен қалдың, либо сен жетуің керексің. М, Сол сияқты мына кәсіпте бизнесім жүрмей жатыр, ақша жоқ, сауда жоқ. Мен айтамын, қарындарың тоқ қой деймін. м, Қарны тоқ адам отыра береді. м. Жататын жері бар, үйге барса шайы бар, суы бар, наны бар, тамағы бар. Сол жоқ болсыншы, бас деп кетеді. Шын. Мгм. Өйткені мен естіп таңғалдым, Японияда баяғыда СССР кезінде, Совет одағының кезінде үлкен краздар сатып алады екен. Нелер? Краз машинелерді. Прям полный бак солярка, бензинмен сатып алады екен. Мгм. Неге сөйтіп? Өйткені оларда өздері темір шығаратын не жоқ, руда жоқ. Сол бір үлкен краздан 2 краз шығарады екен. М, То есть темірін балқытып, мгм. бәрін қайтадан ертіп, үлкен краздан. Совет өкіметі кезде кеңшілік заман ғой енді. Мгм. Темірді аямай құйған ғой, машина мықты болсын деп. М, Соны алар басын істетіп, бір краздан 2 краз шығарып отқан. Ол бір. мгм. Екінші, Японияда жер жоқ. Сол Совет одағының кезінде бәріміз біз бутылка қабылдайтын. Мгм. Сосын мен есімде әлі бала ауыл болып бутылка қабылдайтын. М, Сосын бәріміз бутылка тапсыратынбыз. мгм. Сөйтсек ол бутылканы ағаш жәшікке салдырады екен. Ағаш жәшікке салдырған кезде, сонда қарап отырсаңыз, сол бутылканы Жапонияға барғанда, оны ұнтап, судың жиегіне төге береді екен. Мгм. Судың жиегіне төгіп, искусственный жерлер жасаған. Шишадан. Оны жаңа алып келген жаңағы ағаштарды сыртындағы арнайы ағашпен алдыртқан ғой. Мгм. Условия солай болған. Бізде жаңа орман көп, ағашпен қаптап жере берген. Сол ағаштардан диван, кресло, мебельдер жасап, өзімізге сатқан.
Көрдіңіз ба? Жоқ қой өйткені. Жоқ. А жоқтан бар жасап отыр. Сонда сауда жоқ, клиент жоқ, жаңағыдай ақша жоқ дегендерге мен айтамын, қарындарыңыз тоқ деймін. Көрдіңіз ғой? Адам қарны аш болған кезде бас деп бастайды. Дұрыс айтасыз. Енді мына жоспар жаңа кәсіпкерлерге жақсы нәрсе айтып жатырсыз ғой, кәдімгідей былай құру керек деп. Ал енді кәсіпкерлер емес, мысалы жалдамалы жұмысшылар, оларға да стратегия құру керек па? Міндетті түрде. Ә, әрбір адам өзінің өміріне өзі иесі. Өз өмірінің өз иесі. Дұрыс па? Дұрыс. Егер ол жаңағы жалдамалы жұмысқа барып 500 мың теңге окладқа или 300 мың теңге окладқа тұрса, оның өз еркі. Оны ешкім мәжбүрлеген жоқ, өзі келісті, не қылды. Бірақ егер өзінің талабы бар, өзінің күшіне сенген адамдар болатын болса, мен ойлаймын, олар өлгенде жоқ дегенде жаңа пайызға отыру керек деп ойлаймын. Егер өзіне сенсе, қой алла тағала мен анадан іс жерімді артық қылып кем қылып жаратқан жоқ қой, ол адамнан насихаттан менде бір жерім кем емес деп өзіне бір сондай бір сенімділік адамдар болса, олар міндетті түрде пайызға бару керек деп ойлаймын. Өйткені пайыз олардың таланттарын, мүмкіндіктерін ашады. Бір. Екінші, олар жаңағы стратегия құрған кезде жылына 30% оның өзі айлығы өседі деп өзіне жоспарлау керек. Мысалы, осы айда данаға тұрақты, допустим, сіз пайызға отырғаннан кейін 300 мың айлық алдыңыз, 400 мың келесі айда, одан кейін там 1,5 миллион алып қалдыңыз, одан каким-то образом қайтадан 500 мың теңге алып қалдыңыз. Сол сияқты бұл айлығын бәрін жазып шығады 12 айда. Сосын көреді, қай айда дұрыс деген дұрыс демегенін. Мен мына жерде тойға бардым, мына жерде мен қыдырып қойдым, мына жерде мен көп семейный проблема кетіп қалдым. Осының бәрін сырып тастап мен жақсы өзіме көңіл аударатын болсам, мына айлығым төмен уақыттарда реттеп аламын деп ойлайды. Реттеймін дейді. Сонда жаңағы айлығы міндетті түрде пайызға отырғаннан кейін 30% өсіру керек. Яғни ол 30% өсіру дегеніміз, ол жұмыс беруші өсірмеу керек оны, бермеу керек оны. Оның өзінің жаңағы мүмкіндіктері ашылады. Ол ойланады ғой, қалай мына айлығымды көтеремін, не істесем болады дейді. Сонда оның басына нагрузка береді, миына. Миына нагрузка берген кезде миы жұмыс жасап бастайды. А давай мен мына қызметті атқарайын. А давай мен мына қызметті атқарайын. Болмаса мынаның бәрін алдым, бір өзім үлгермей жатырмын. Давай мен өзіме команда жинайын. Яғни мен өзіме команда жинайын, оларды мен қандай да бір пайызға өзім пайызымнан бір мөлшерін берейін да, мен мынандай пайыз алайын. Сөйтейін да басшыға айтайын. Мен мына жаққа бір 2 қызметкер алғым келіп тұр. Өзім пайызымнан мына пайызды бөлуге дайынмын. Бірақ сіз маған кішкене пайыз қосып берсеңіз болмаса деп келісу керек. Сөйтіп болашақта енді мен не үшін бұны айтып жатырмын? Менің дүкендерімде сондай жағдай болып жатыр. Яғни қазіргі уже менің қолбасшыларым, яғни басшыларым, олар уже обороттан да алады и таза пайдадан да алады. Уже қазір пайданы қалай көтерсем, онына шығындарды қалай азайтсам деп, олардың бас қатып жатыр. Неге? Өйткені пайдасы көп болса, одан алатын пайызымен оның жалақысы көтеріледі. Яғни мен істейтін, мен ойланатын нәрселерді уже олардың проблемасы болып кетіп жатыр. Сөйтіп олар жайлап пайызды көтеріп, прибыльді, яғни пайданы көтеретін болса олар, қараймыз ғой енді, прибыль көтеріп жатса, а неге бермеске? Мысалы айтайық, 80% пайданы мен алам, 20% пайданы сіз аласыз. Бірақ сіз 20%-ға лайықты жұмыс жасап жатсыз, бірақ көп жауапкершілік менде, әлі 80% пайданы мен аламын. Сіз жаңағы мен істейтін қызметтің бәрін алып қойып жатсаңыз, мен өз тарапынан дайынмын. Процент беруге. 20% пайданы өзіме алып, 80% сізге беруге. Неге? Өйткені мен жұмыссыз қалдым дейік. Мен мысалы поставщиктермен келісуім керек болса, кредит алуым керек болса, қаржы жауым керек болса, сіз бәрін оны алып қойдыңыз. Уже мен басым қатпайды. Мен үйден шықпасам да 20% таза алып отырмын мен. Көрдіңіз бе? Мен ойлаймын, көп адамдар, егер сенің істейтін жұмысыңды
қызметкерің алып қой, бәрін сақылдап істеп тұрса, Мгм. сен ойлағандай қылып, олар пайызды беруге дайын. Оған выгодно, оған тиімдісі басқа компания ашып кету. Мгм. Мына компанияда отыра бермей. Өйткені бұл жерде уже нормальный адам бар, сенің бүкіл шаруаңды жауып отыратын. Мгм. И өзін бағалаған адамдар, мен ойлаймын, солай пайызға кету керек деп ойлаймын. Мгм. Енді көптеген адамдар жоспар жазады ғой. Мысалы ақылды адамдар бар, білімді адамдар бар, жоспар жазады, бірақ бай болмайды да. Мгм. Неге олай? Әрекет жоқ, практика жоқ. М. Тек қана жаза береді дейсіз Жаза бе? береді ол. Жазғанда не пайда оның? Айтыңызшы. М. Істемесе оны, отырып алып ақыл айта береді. Іс М. әрекетімен дәлел жоқ. Өз басына өтпеген. Көп ондай, дұрыс айтасыз, ондай көп. Практика жоқ. Содан кейін мынандайлар да бар да. Ертең бастаймын, жаңа жыл болсын, жаңа жылда бастаймын. Тәртіп жоқ. Тәртіп жоқ. Тәртіп, практика, білім, үшеуі қатар жүру керек қой. М. Болды ғой. Мгм. Конечно, ол ертең бастаймын, ары күн бастаймын. Жалқаудың ертең бітпес дейді. Сондықтан тәртіп міндетті түрде. Және айттым, тәртіп, практика и білім үшеуі Мгм. қатар жүру керек. Сіз қашан бастадыңыз Мен бе? жазуды? Иә. Мен де тәртіпсізбін жазу жағынан. Шын, оны күлетін ештеңкесі жоқ. М. Жазуда мен де тәртіпсізбін. Жазғанды жек көресіз ба? Жек көремін жазғанды. М. Көрдіңіз ба? Жалқаумын жазғанға. Бірақ мен не, бір жерім артық дейсің бе сол адамдардан? Мен де жалқаумын, мен де жазбаймын, білем деймін оны. Мгм. Сосын кейін бірдеңеге ұрынам, сосын отырып алып жазамын, қой жазайыншы деп. Болмайды екен деп пе? Болмайды екен деп ше. Вот көп адам солай ойлайды ғой. М. Тура мен ойлағанда ойлайды. Оны білемін ғой дейді, оны несін жазамын дейді. Мен де сөйтіп ойлаймын. Бірақ мен ешқандай артықшылығым жоқ сол адамдардан. Мен сол білем, дұрыс емес істеп жатқанымды. Сосын кейін сындырамын нәпсімді, жазам оны. Сосын соны қадағалаймын, жұма сайын, күн сайын қадағалаймын, сол орындалады. Сосын бір адам болғаннан кейін қайтадан расылап істетемін. М. Қайтадан орындалмай қалады. Қайтадан жазамын, қайтадан қадағалаймын, орындалады, қайтадан босанса. М. Осылай сындырып келе жатырмын өзімді. М. Міндетті түрде қадағалап отыру керек. Өзімді қадағалау. Сол тәртіптен шығып кетіп қаламын. М. Қайтадан тәртіпке түсіремін. Пендеміз ғой енді, ол жасыратын несі бар. Мен идеалым деп тұрған жоқпын бұл жерде. Мгм. Мен де шатасам, мен де адасам. Бірақ сол әйтеуір өзім сындырып қайтадан түсіремін. Жолдан шығып кетемін ғой. Мгм. Сындырамын, қайтадан жолға салып қоямын. Қайтадан шығып кетемін жолдан. Қайтадан жолға салып қоямын өзімді. Мгм. Сөйтіп өзімді тәрбиелеумен, мәжбүрлеумен келе жатырмын. Мгм. Басқа вариант жоқ, насихат. Шын. Енді мына стратегияда сіз жыл сайын 30% өсу керек деп енді ақша туралы айтып жатырмыз ғой. Мгм. Ақшаны көп адамдар табады, бірақ оны қалай жинайды? Жинай алмайды оны. Жинай алмаймыз ғой біз. Қиын сол. Өте қиын сұрақ осы. Ана 10%-ын таста, 3%-ын таста, мындай қыл, сондай қыл дейді ғой. Ай, алтын албас әңгіме. М. Біреу жарым жасайды оны, біреу жарым жасайды. Қалған масса жасамайды оны. Алады, жаратады. Бір болар. Алланың көз зү болсын деп атып жібереді, жаратып жібереді. Ол пендешілік. Ал енді шын мәнінде ол қатаң тәртіп болып, қатаң жаңағыдай 10% былай, 3% былай, 5% былай деп бөліп отыратын болсаң, конечно, жиналады. Енді жаңағы ана жолы мен тағы айтып кеттім ғой сіздерге. Өзіміз енді қазір жинап жатырмыз енді. Жинау қазір енді пайдаланып жатырмыз. Кейбір кезде біз де жаңағы қайтадан жолдан шығып кетеміз. Жинамай қаламыз. Жаратып жібереміз. М. Бұл жерде мен бар ғой, конкретно айтайын сізге.
шын кеңесім, адам өзі ойлану керек. М. Мен мысалы былай жина, бүйтпейт, сөйтпейт деп айтамын ғой енді. Иә? Жарайды, мен айтайын. Осылай жина, бүйт деп. Тура соны істесе жақсы. Мгм. Бірақ адамның өзінің санасына берсін да. Ол М. түсіну керек. Что ол ақша шығармаса, ақша жинамаса, ертең бір кризис келген кезде бүйрегінен ұрады оның. Мгм. Бүйректен сылқ деп ұрған кезде есеңгіретіп жібереді. Ол міндет негізі ақша жинау деген. Ол басқа да жұмысқа салып, ақшаны айналдырып, ақшаны табу керек. Яғни ол үлкейте беру керек. Бір деңгейде қалып кетпеу керек. М. Өйткені көп успешный бизнесмендер, яғни көп миллионерлер солай жасайды. Мен просто жай жеткізіп жатырмын негізі. Мүмкіндігінше жай жеткізуге тырысып жатырмын. Бірақ ақша шығару керек. Ақша жинау керек. Алтындай жина, долларлай жина, теңгедей жина. Қайсы валюта саған удобны? Евромен ба, рубльмен ба, юаньмен ба, маңызды емес. Но сен кәсіп істеп жатсың ба? Ақша шығар. 10 мың теңгесі бар адам, 100 мың теңгесі бар адам сенімді жүреді өзіне. Жастықтың астына банкте, білмеймін, инвестицияға ма бір жерге сатып алып қойды. Мысалы, жер сатып алды біреу. Біреу времянка сатып алды. Ол сенімді жүреді ғой. Дұрыс па? Сондықтан әрекет жасап, үйтіп шығарып қойып отыру керек. Бірақ бизнеске зиян тимеу керек. Бизнес тұрақты табыста, тұрақты дамуда процесінде болу керек. Осы жақында болды, прямой эфирде мен қарап тыңдап отырмын. Бизнес дамып келе жатады да, дамып келе жатқан ғой енді. Соны үй алу керек дегенде үйді алады, сөйтеді, ішіне ремонт жасау керек, мебель қою керек, диван, стол, анау мынау бүкіл қаражат шығарып алады бизнестен. Енді бизнес құлдырайды, товар да аз, сауда жоқ. Сен не ойландың дейсің да? Не ойландың сен? Ана спальный гарнитурларды, кухонный гарнитурды алыватқан кезде бизнеске зиян келмеу керек. Мына кеседе, мына стаканда толады. Толғанша ештеңе алуға болмайды. Толып тасып жатқан кезде ғана артық суын ала бастайсың ғой. Бірақ оны қайтадан ішіндегісін бәрін төгіп, жинап алуға, ішіндегі судың бәрін, я болмаса сорып алып тастауға болмайды. Сондықтан артылған кезде ғана алып отыру керек. Артылған кезде ғана шляпасын, қаймағын. Иә, енді біз қазақтар енді әдемі үйде тұрғымыз келеді ғой, жақсы үйде. Дұрыс қой. Үй алу ғой, Дұрыс қой. Мен сізге айтайын ба? Үй алу, әдемі үйде тұру деген енді айтып жатсыз ғой енді. Мен түсінемін оның бәрін. Но қараңызшы, жарайды, сіз мысалы бір 4-5 жыл саудада жүрдіңіз, бизнесте жүрдіңіз, ақша тауып, кішкене бір 5-10 теңге пайда болды, үй алдыңыз, бірақ жетпей тұр, мебельге жетпей тұр, ремонтқа жетпей тұр, асығыстық жасап жаңағы бар ғой енді сізде саудада тұр ғой ақша енді. Соны алып алдыңыз да жаңағы дүниеге кіргізіп жібердіңіз. Дүниеге, сізге товарға ақша жоқ. Сауданың үсті, стресске түстіңіз. Қайсысы тиімді? Қоя тұр дейсіз ғой. Конечно, кішкене жинап, асықпаса еді. Жарайды, қазір сен диван алмадың, 6 айдан кейін ал. Жарайды, сенде спальный гарнитурың жоқ, жерге жата тұр енді, 8 айдан кейін ал. Но бизнеске зиян тимеу керек. Бизнестен өйтіп жұлып ақшаны шығарып болмау керек. Тез мына елуге толып жатыр едім, 40-қа толып жатыр едім, кісілер келеді, тез мына үйімді бітіріп алайын деп, қарызға батып, кредитке кіріп алудың қажеті жоқ. Қонақтар келеді, үйімді көрсін, мен мақтанайын деген емес. Соны қарызға кіріп аламыз. Рассрочка деген нәрсе бәле болды. Главное, әйтеуір қонақтар келген кезде, үйлердің күшті екен ғой деп айтсын деп. Әйтеуір солардың бір несін батасын алу үшін бір жатық. Бірақ қанша уақыт кредит төлейміз, оны ойламаймыз. Ол кредит дегенімізде күнде проблема, ол күнде ұрыс. Бір күндік ләззат үшін неше жыл ұрыс керіс. Сондықтан ешкімнің алдында біз есеп беру маңызды емес біз.
жай сауатты қаржыны жұмсап, шетінен алатын алып, жарайды 3 жылда, 5 жылда, 10 жылда сен реттеп аласың. Зато ешкімге қарыз емессің, стрессте емессің, кредитте емессің. Мейлі айта берсін. Елдер не айтса ол айта берсін. Сауатты қимылдау керек. Ал енді рисковать ететіндер бар енді. Бәленбай миллион кредит. Мен өзім солай кредит алғам кезінде, рисковать етіп. Оған нормально төледік қой, в общем. Өзінікін алды. Мен қазір рисковать етпеймін. Мен қазір рисковать ету керек. Егер сіз біліміңіз, сауатыңыз, қаржылық сауатыңыз жетіп тұрса. Егер сауатыңыз, қаржылық біліміңіз жетпей тұрса, рисковать етудің қажеті жоқ. Мен, возможно, рисковать етем, но білетін жеріме, өзім сенімді жеріме кіре аламын мен. А сенімсіз жерге кірмеймін. Алла мені көмектеседі, Алла жарылғаш деп кіріп кете салуға болмайды да. Рас болмайды. Раз келмейді ол. Және енді ақша жинап жатырмын деп айтқалдыңыз ғой. Жоқ, Ақша жинап жатқан адам. ақша жинап жатырмын. Жоқ, сен оны құрсын, сүрмеңіз ол. Жоқ, ақшаны қалай жинау керек деймді? Теңгемен ба, доллармен ба, алтынмен ба, қалай жинағаныңыз? Мен оны айта алмаймын. Мен айтты, болды, Ерлан осылай айтты, осылай жинау керек деп бәрі кетіп қалар қазір. Оны мен айта алмаймын. Өзі жүрегіне жақын нәрсе болады өз адамның. Біреу мал алады, біреу тауық алады, біреу үндік алады, біреу алтын алады, біреу шетелден үй алады. Ол қазір мынандай деп айта алмайсың. Өз көңілге жаққаны болады, адамның өзінің қияли арманын бүйтсем деген. Жүрегіне жақын ба, өзіне ұнай ма, соған ақша салып жинасын. Өзіңе ұнаған нәрсесін. Потом өйткені ол содан ләззат алып жүреді. Біреу тауық жинады, 10 мың тауық жинады ақшаны. Біреу 200 жылқы жинады. Біреу шетелден үй алды, особняк алды. Біреу инвестиция құйды. Бірақ ұнайды оған. Сол сала. Сондықтан ойбай, мен алтыннан жинау керек, мынадан күмістен жинау керек, мынадан деп ол мен біреуге мәжбүрлей алмаймын. Өзінің жүрегіне жақын нәрсе істесін. Өйткені, не үшін айтайын ба? Өйткені өзінің санасы соны қалап тұр. Санасы қалап тұр, өзі соған ұнап тұр. Ұнаған адам өзі ұнаған нәрсесін істеу керек. Күйсе де өкінбейді. Маған зато ұнады дейді. Зато тәжірибе алдым дейді. Менің енді көршімді айта кетейін осы жерде. 10-шы сыныптың оқушысы, Шымкенттен келген, мамалары бәрі өздері. Қазір 10-шы сынып оқиды екен. Шымкентте ауылға документтерін тапсыр қойыпты. Онлайн оқу деген бар екен, сол онлайн оқып жатыр екен. Содан кейін сол қыз айтады маған, мен қазір жұмыс істеп жүрмін дейді, ақша тауып жатырмын дейді. Сол ақшамды мамамның атына үй алуға, депозитке ақшамды жинап жатырмын дейді. Көрдіңіз, 10-шы сыныптың оқушысы деймін да. Уже міне мен мектеп бітірген кезде менің бір үйім болу керек деп сондай мақсат қойып отыр да алдына. 10-шы сыныптың оқушысы. Кеше бір 22 жастағы қызбен кездестім. Ол да мақсаттары керемет, стратегиясын құрып қойған, жоспарын жазып қойған. Мен айтам да, қазақтың әрбір баласы осылай қимылдайтын болсақ, стратегиямызды жазып, жоспарымызды жазатын болсақ, онда міндетті түрде бәріміз бай боламыз ғой. Енді қазір сізге қарама-қайшы сұрақ қояйын. Көп жаңағы сіз айтқан құрбылар, жаңағы қыздың құрбылары өйтіп ойланбайды. Рас қой, Дұрыс. Рас. Өкінішке орай, оларға мүмкін болып жатыр ғой. Айтыңызшы. Мүмкін болып жатыр, Болып жатыр ғой. Іс-әрекет жасап жатыр да. То есть олар қаласа болады. Ал қаншама адамдар, ой, менің мектебім бар ғой, ой, мен анауым бар ғой, мынауым бар, соным бар деп сылтауратып жатыр. Сондықтан қарны тоқ. Олардың қарны аш болса, көрдің бе, 10-шы сынып болса да үй алуға әрекет жасап жатыр. Істеймін деген адам істейді негізі. Істемейтін адам извиняюсь за выражение, кешірім сұраймын, айналайын. Не құйсаң да оған толқы жоқ оның. Қандай білім құйсаң да толқы жоқ. Істеймін деген адам істейді. Бәрі маста негізі санасында.
Сондықтан мен мен қазір енді көп психологиямен айналысып жүрмін негізі өзім. Адам танып, өзімді зерттеп, кіммін деп, сол жағынан көп білімдер алып жүрмін. И мен көзім жеткені, менің өмірім, менің тағдырым, мен оған қожа екенмін. Мгм. Қалай жасағым келеді, мен солай жасаймын. Түсіндіңіз бе? Мгм. Сен ауылда тұрғың келе ме? Все, өзің сол таңдауың сол. Сен қалада тұрғың келді ме? Таңдауың сол. Шетелде тұрғың келді ме? Таңдауың сол. Әр адам не ойлайды, қандай өмірде жүр, оның бәрін өзі сол өзі реттеп отыр. Ешкім кінәлі емес басқа. Мгм. Ешкім кінәлі емес. Бір сондай бір жұқа бір нәрсе бар да, көп адамдар түсінбейтін. Бір жұқа нәрсе. Мына тілге ие болу керек. Біздің қазақтар бұрын айтып қойған. Басты бәле Тілден. тілден. Жылдам шығады. Жоқ қой дейді. Жоқ қой. Енді қақтыналамыз дейді. Жоқ. Көрдіңіз бе? Бірдеңе айтсаң, кәсіп бастаса, сен печь, жоқ қой, ой, сендерге айтуға оңай, анау мынау дейді, міне. Айтатындар сөз осы. Ол адамға ешқашан береке болмайды, ол адамда. Ол адамда ешқашан даму процесі болмайды. Ешқашан болмайды. Ол іздену керек. Неге ол адамда болып жатыр, неге менде болмайды. Соны іздеген кезде Алла тағала жайлап оған мүмкіндіктер береді. Мына адаммен жолығып көрші, мына адаммен кездесіп көрші. Сосын кейін анадан кішкене алады, мынадан кішкене алады. Сөйтіп оның санасы өзгере бастайды. Күндердің күнде ол түсіне бастайды. Үйге бір береке келді, ана жақта бір ынтымақ келді, мына жақта бір ақша келді. Содан кейін жайлап өзі іздеп табады. Бұл ана жемпірдің шетін сөгетін бір жіптері болады ғой бір. Соны тартсаң жайлап тартыла береді. Иә. Отырып тыңдайды. Мен тренингтер жүргіземін ғой. Адамдардың көздеріне қарап отырамын ғой. Адам көздеріне қарап отырамын. Біреу үңіліп тыңдап отырады. Біреу телефон шұқылап отырады. Біреу есінеп отырады. Білесіз бе, не үшін есінейді? Не үшін телефон қарап отырады? Білесіз бе? Түсінбейді ғой. Түсінбейді. Ми қабылдамайды. Ми, оказывается, сол кезде ұйықтап кетеді екен. Мен бір стратегическое управление деген сабаққа қатыстым, тренингке. Сонда мен тыңдап отырған кезде мен түсінгенім, көп адамдар кино көріп отырып ұйықтап кетеді, кітап оқып отырып ұйықтап кетеді. А көп адамдар киноны жылап, сонымен эмоциямен отырады. Көп адамдар кітапты оқып отырады да кіріп кетеді, таң атқан білмей қалады. Көрдіңіз бе? Ол кірді уже, вникать етті. Анау бір сөз, оказывается, бір сөз. Мына былай айтайықшы, мына жол, жол. Қарасаң, әйтеуір мына жақта поворот тұр. И сол поворотқа байқамай бұрылып кеттіңіз, и одан жаңағы мына жолға түсе алмайсың, анаған бұрылдым, мынаған бұрылдым, кеттің айдалаға. Бірақ повороттан қателестің. Сол сияқты кино көріп отқанда, кітап оқып отқанда, я болмаса біреуді тыңдап отқанда, бір жерде қателесіп қалдың, ойың бәрі шашырап қойып, басқа жаққа кетесің. Сол моментте не істеу керек? Сол моментте тоқташ, қайталаш, мен түсінбедім деу керек. Мен түсінбедім осы жерде. Что-то маған түсініксіз болып бара жатыр деу керек адам. Сұрамайды ғой. Сұрамайды, уже ми қабылдамайды, ұйықтап кетті. Яғни жолдан шығып кеттің сен. Шықтың уже, басқа жолмен кетіп бара жатсың уже. Мына баратын адресің қалды жайында. Сонда адамдардың қарап, психологиясын қарап отырсаң, мен уже сезіп отырмын, біреу есінейді ғой, есінейді, болмаса бір телефон шұқылап, болмаса бірдеңемен айналысып кете ма, сразу насихат, сіз қалай түсіңіз деп мен тоқтатып шақырып аламын. Ана жолдан адасып кетпесін деймін да. Қайтадан жолға сұрып қоямын. Тренердің, ұстаздың сол жағы мықты болу керек. Ол координация жасап отыру керек. Сіздің тыңдармандарыңыз ауытқып кетті ме, ауытқымады ма?
ауытқып кетсе, сен дұрыс түсіндіре алмай қалдың онда. Оның миы ұйықтап кетті. Мен көбінесе қарап отырамын да, адамдармен жұмыс жасаған кезде 40-50 адам болады, 20-30 адам болады, 50-60 адам болады. Ішінде қарап отырамын ғой, біреу бір басқа бірдеңеге алаңдап қалғанда, сіз қалай ойлайсыз деп шақырып аламын. Яғни қайта жолға түсіріп аламын. Кеше қызық болды. Кеше тренинг болды. Осындай жағдай болып жатыр. Бір кісі телефонмен жазысып жатыр. Жұмыстан звондап қалды ма, бір шаруалар бар да. Сосын кейін мен түсіндіріп жатырмын, ананы қарап тұрмын, мен жұмысымды бітіре салайын деп не қылып жатыр деймін. Ойым бәрі кетті ана жаққа. Сосын кейін тұрып жанына келіп, сіз қалай ойлайсыз деп қолым созбаймын ба? Былай. Сіз қалай ойлайсыз, қалай сөзсің? Маған қарап, ассалаумағалейкум дейді. Көрді ме? Мен елдің бәрі күліп жатыр. Көрді ме? Ойым бәрі басқа жақта. Адасып кетті жоқ ол. Сіз қалай ойлайсыз деп қолым созсам, қолын созып ассалаумағалейкум дейді. Вот сондай сол адамдар түсіріп отыр. Ол сол процесс қабылдамайды билар, көп адамдарда. Қиын. Тамаша. Енді құнды ойлар айтып жатырсыз. Үлкен рахмет. Енді осы подкастымызды қорытындылап жіберіңізші бір жақсылап тұрып. Болашаққа барып келіп жүру керек постоянно. Қорытындым сол. Біз миымызды үйретуіміз керек соған. Мына жерден мына жерге барып келуді үйретуіміз керек. Барып, көріп, қайттан келіп, сол жерге жетуіміз керек. Мен қорытылайын дегенім, яғни ойымызбен өзіміздің 3 айда кейін болатын жағдайда, 6 айдан кейінгі, 1 жыл, 10 жылдан кейінгісін көріп келуіміз керек барып. И соны сезініп, мен осылай болады екен деп, уже ешқандай қорқыныш сояқ кете беру керек. Ол үшін не істеу керек? Күнгі кешке ұйықтар алдында прям соны сезіну керек. Мен білемін, көп адам соны сезінеді. Көп адам сезінеді, қиялдайды, армандайды. Ұйықтар алдында міндетті түрде жақсы оймен, жақсы сондай бір санада қалып қалатын нәрсемен ұйықтап кетсін. Әйтеуір орындалады. Армандап жатыңдар деңізші. Армандап жату керек. Армандау керек. Сиқыр бар. Сиқыр нелерде ғана емес, ертегілерде ғана емес. Сиқыр білесіз бе қай кезде бар? Сиқыр адам бойында сенімділік пайда болғанда келеді. Сіз бұл подкастқа келуіңізге сенімді болдыңыз ғой. Бұл сиқыр емес қой. Яғни сізде жоспарыңызда бар нәрсе. Значит, келдіңіз, подкаст болды. Сол сияқты біз сол болашаққа барып келіп, үйреніп келуіміз керек. Насихат, сен өзің 1 жылдан кейін қандай зарплата, қандай деңгейде тұрғың келеді, соған барып келсе, болды. көріп келе, сосын келесі подкаст айтасың, оказывается, мен мындай болады екен деп. Соны сезініп жүру керек соны бойында. Тамаша. Құрметті көрермен, бізді көріп отырған, бүгінгі подкастымыз сіздерге ұнады деген ойдамыз. Қазір жан таласып тұрып, блокноттарыңызды алыңыздар да, қолдарыңызға қаламдарыңызды алып, бүгіннен бастап, қазірден бастап, Ерлан мырза, жоспарларыңызды, стратегияларыңызды құрып дайындала беріңіздер. Және де пікірге міндетті түрде құрған жоспарларыңызды жазасыздар ма? Бүгінгі подкастымызға өздеріңіздің ойларыңызды білдіресіздер ме? 3 мықты комментарийге өзіммен ішінен қарап шығайын, Ерлан мырза, жақсы бір ақшалай сыйлық берсек. Давайте былай жасайық. Егер де сол кісі мен қазір айтқан сияқты тәсілді пайдаланып, біз қарайық, бір уақыт қойық. Бір 10 күн деп уақыт қойық. Егер сондай телепортация жазып келіп, өзінің сондай бір барып келіп, сондай или случай сондай өзінен өткен керемет бір әсерлі сәтті жазып кететін болса, мен қазір бір компаниямен келісімшартқа отырдым. Яғни ол компанияның мен қазір серіктесімін. Бір бриллиант берейік. Шын. Тамаша. Бір бриллиант кім алғысы келеді? Пікірге міндетті түрде Ерлан мырза айтпақшы, ең қызықты сәттеріңізді жазып кетесіздер. Содан кейін бір бриллиант сіздерге міндетті түрде беретін боламыз. 10 күн уақыттарыңыз бар, ал сәттілік барлықтарыңызға. Рахмет, Ерлан мырза, көп-көп. Көңілден шыққан бір керемет әсерлі оқиға болсын, Тамаша. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.